Жаңалықтарымыз одан ары жалғастырамыз. Елордада халықаралық каллиграфия шеберлік сағаттары өтіп жатыр. Жалпы қазба байлық материалдық мұра болса, жазба байлық рухани мұра. Бірақ сол жәдігерлерді жинап, түгендеп әрі түптейтін мамандар аз. Тек елде емес, әлемде солай. Каллиграфиямен қатар реставрация және консервациямен айналысушылар саусақпен санарлық. Әйтсе де, бізден бір айырмашылығы аталған сала басқа елдердің университеттерінде мамандық ретінде оқытылады. Дегенмен сала мамандары қиындықтарды еңсеріп келеді. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kolları bilen жазған imperator şahlarga yazgan mektupları Cambridge Üniversiteti'nin arxivida Topkapı İstanbul'da saqlanadi. Şundan бұл елді елең еткізген оқиға болды. Өйткені Мұхаммед пайғамбардың папирусқа жазылған екі хатының көшірмесі көрмеге қойылды. Бірі Рим императоры Гераклюске, екіншісі Араб әмірліктерінің арғатасы Мунзиру бен Савеге жолданған. Екеуінде де Расулдің өзі жазған растайтын мөрі бар. Осы тарихи жазбаны айнытпай көз алдымызға көшіріп шығарған белгілі каллиграф Хабиболла Саулихов. Солардың ізін басқан біздің де маман халықаралық каллиграфия шеберлік сағатына қатысты. Жастар арасында қызығушылық көп, өздеріңіз байқап отырғандай, бұл жерде 90% жастар. Жалпы маған да хабарласатын, оқығысы келетін, осы өнермен өмірін байланыстырғысы келетін адамдардың дені жастар. Ұл болсын, қыз болсын. Каллиграфтар кетеу кеткен тарихты тірілтсе, реставраторларда рухани мұраны қалыптайды. Риза көп күннен бері көне кітаппен әуре. Көз майын тауысып, кедір бұдырын күзеп түземей, көңілі тыншымайды. Себебі бұл оның жай ғана ермек емес, елге керек. Эту книгу мы уже реставрируем 3 месяца. 3 айдан бері осы кітапты қалыпқа келтіріп жатырмыз. Кітап өте нашар күйде келді. Әбден құрғап кеткен үгінді десек те болады. Біз алдымен ылғалдатып алдық. Қазір әр бөлігін құрап, бастапқы кезіндегідей жағдайға жеткізуім керек. Өскелең ұрпақты осы өнер түріне баулыған дұрыс. Өйткені өткенге үңілмегеннің бүгіні бұлыңғыр. Тек бір әттеген айы қол жазбамен айналысушыларға қолдау аз. Қожа Ахмет Яссауи күмбезі сияқты көптеген көне кесенелерде, тарихи жәдігерлерімізде жазулар бар. Олардың кейбірі өшіп қалған. Соларды қалпына келтіру үшін, реставрация жасау үшін бізге каллиграфия, хусны хат саласының мамандары керек. Бұлар біздің көне жазулардағы миниатюра, хат, тәқсип, мысалға эбру сияқты өнерлерді қалпына келтіру үшін де қажет. Әрине, енді бізде мына материалдық емес мұралардың өкілдері көп жағдайда қолдауға қажеттілік бар. Орталықтың реставрация қажет 95% материалы шетелден келеді. Жарығы, желімі, қылқаламы бәрі сырттан жеткізіледі. Бұл уақыт әрі қыруар қаржыны талап етеді. Оның үстіне мамандар тұрақтамайды. Осы істі жан тәнімен қалағандар ғана салада қалады. Реставрация стратегиялық сала. Себебі құжатсыз тарих жоқ, тарихсыз мемлекет жоқ. Бірақ қолжазбалар және сирек кітаптар реставрациясына тоқталсақ, елде шамасы 30-40 қана маман бар. Қазақстан өте үлкен, 17 облыстан ауқымында қарасақ, олардың саны әрине тым аз. Нысаналы Ғалымжан Абдулахат, 24 KZ.